Құрметті серіктестер, міне Бателде жаңағы акцияның түр болып тұрады. Өздеріңіздің кабинеттеріңізге кіріп, міне новинки жасылмен тұрады. Рекомендуем продукция, компания, бизнесте бәрі тұра ма? Енді соның ішінде бізге қазір горячий акция керек. Сол кезде мына ұқсап ашқанда қараңыздар, жоғары жақта қызылмен горячий акция каталог, товар дня деп тұр, иә. Товар дня кеше мен сіздерге айтып кеткен. Күнде 24 сағатқа 3 түрлі өнімді береді деп. Ал енді акция каталог деген ол осы жаңағы біздің каталог 2 ай жұмыс жасайды ғой. Соның ішінде қандай өнімдерді қай кезде қалай берді дегенді көрсетеді. Ал горячий акция деген 2 аптада өзгеріп отырады. Қазір бізге горячий акция деген керек. Енді қараңыздар, горячий акцияда қаншама міне өнімдерді үстің жағында подаркамен беріп қойып отыр. Бір шолу жасап, сосын кейін 2 беттен екен міне. 2 беттен тұрған міне осы өнімдерді сіздерге бір шолу жасап, сосын кейін көрсетіп айта кетейін деп шешіп тұрмын. Мына жерде қараңыздар, мысалы хитті берген екен жаңағы горячий акцияға. Бірақ та оның сыйлықтары не болып тұр екен? Қараңыздар, оның сыйлығы міне осындай жаңағы өнімдердің ішіне міне леденцы соңғы шыққан балаларға чупа-чуп салып бергенше осы өнімдерді алып беру арқылы балалардың иммунитетінде көтеріп отыруға болады. Сосын кейін мынау гель для душа жаңа шыққан, соның 2 түрін беріп отыр екен, негізі 3 еді. Мына жаңағы кондиционер жапырақты порошоктың бізде 4 түр бар, соны мына 2 түрін беріп тұр екен. Енді мысалы осы сыйлықтардың кез келген өздеріңіздің ұнатқандарыңызды алатын болсаңыздар, мен нан алар едім, өте жақсы көрем осы жапырақты кондиционерді. Сонда жаңағы енді біз корзинаға кіретін болсақ, таңдадық жаңа сыйлықты. Енді корзинаға кіріп жатырмын. Корзинадан қазір біз көреміз қалай шығып тұратынын. Міне қараңыздар, жаңағы хитті алып тұрмыз. Хитке менің таңдаған сыйлығым шығып келді. Жаңағы ана жерде таңдап алуға болатын кез келген сыйлықты сіздер таңдап ала аласыздар өздеріңіз. Ал енді ары қарай жалғастырайық. Осымен біз жаңағы осыны таңдап алдық. Хитқа қаншама сыйлық беріп отыр, иә. Енді жалғастырып ары қарай, мысалы мынау балқарағай шайыры жаңағы мумия қосылған асқазан ішкі құрылыс, жаңағы асқазанның жарасы, асқазанның жаңағы күйдіріп ауыру, яғни изжога дейді ғой, соның барлығына жақсы емдік әсерін бере отырып, витаминға бай болғандықтан, микро-макро элементке бай болғандықтан, бұл жаңа балқарағай шайыр мумия қосылған өнімдеріңіз тек қана асқазан ішкі құрылыстың ішектердің ауруы емес, жаңа буын сүйектеріңізге де емдік әсерді күшті береді. Онымен қоймай, сырттай да қолдана аласыздар. Жарақат алып қалған, күйген, қандай да бір жаңағы болмайтын бір терге шыққан ауру сырқауға сырттай жағып қолдана аласыздар. Ал бұған қазір сыйлыққа не беріп тұр екен? Ашып көрейік. Бұған сыйлыққа жаңағы кәдімгідей шунгиттің жаңағы антиоксидант сабынды беріп отыр. Шунгиттің антиоксидант сабынды оқып танысып көріңіз келсе, өзінің міне жаңағы милы антиоксидант шунгит дегенге басып қалсаңыздар, мына ұқсап ашылады. Бұл жерде енді жаңа бұл неге қандай емдік қасиетке бай оқи аласыздар. Одан кейін применение, яғни қалай қолданатынды міне жазып қойған оқи аласыздар. Құрамын көргіңіз келсе, міне құрамын оқи аласыздар. Отзыв дегенге бассаңыздар, міне халықтың жаңағы бұны алып қолданғанда не болды, қалай болды сұрақтар міне. Көрдіңіз бе, мына жерде Седа недавно получила это чудесные новинки, как я как раз боролась аллергической сыпью на лице дейді. Сонда соған жаңа қолданған болып отыр. Көрдіңіздер ма? Өте жақсы. Мына жерде сұрақ қойыпты Юлия. 15 жаста жаңағы ұлым, бірақ та арқаларының барлығына шыға береді. Осы сабынды қолдануға бола ма деп сұрапты. Сол кезде міне қараңыздар, жаңағы компания Бателден мына арнайы маман Натальядан сұрап біліп жауап беріп отыр. При всыпаниях можно использовать милошунгитом дейді. Жаңа турмалиндікін қолдануға болады, бамбук пен турмалинді қолдануға болады деп бәрін арғай жаңағы осы жалпысы для восстановления их работы. Мынау жаңағы қараңыздар, прыщи часто появляются
при нарушении работы желудка и кишечника дейді. Осындай бетке терге нәрсе шығып келу асқазан ішкі құрыс іштің жұмысының дұрыс болмағаннан болып шығып келеді екен. Сондықтан бұл жерде асқазанның сиропсын беріп отыр. Ары қарай жаңағы бұл жерде бауырдың капсуласын беріп отыр деген сияқты міне пробиотик, пребиотикті беріп отыр деп қаншама емдік әсерді айтып кетіп отыр. Міне осылай бәрін өздеріңіз көре аласыздар. Сосын кейін ары қарай мысалы жаңа хондрактил активті көретін болсақ, хондрактил активқа бізге не беріп отыр екен? Подарка. Оны да міне ашып міне жаңадан шыққан 2 түрлі кекстің кез келген біреуін таңдап аласыздар деген сөз ғой. Сондықтан біз міне осылай жаңағы горячий акцияларыңызбен таныса аласыздар. Мына микодатинді айта кетейін. Мына микодатин аяқтың бақайларының арасында суланып, грибок деген, саңырауқұлақ деген пәле шыққан кезде сонда жағып қолдану арқылы тырнаққа дейін дұрыс қалыпты жағдайға келеді. Өте тамаша өнім болып табылады. Бұл сырттай жағатын кремі. Енді бұны сатып алған кісіге бетімен, қолмен жаңа денеге арналған, үнемі біз 2 жыл қолданып келе жатқан, тез езілмейтін, бірақ та күшті көпіршіп кірді алып түсетін осы сабынды беріп отыр. Міне сыйлыққа осы сабынды беріп отыр. Міне осылай сіздер бәрін көре аласыздар. Бателге риза болатынымыз осыншама бізге жақсы жаңағы науқандарды жүргізу арқылы мықты бізге демеу көрсетеді. Ем болсын, шипа болсын. Бателмен бірге денсаулығымызды да сақтайық. Бателмен бірге бателді табыс көзге де айландырайық.